Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен болған Қатира. Бүгін сіздерге бидай құрақшаның жасалу жолын көрсететін боламын. Көбі осы құрақшаны бөліші, қалай тігесіз деп көп сұрақ келді маған. Бүгін соны арнайы сізге тігіп дайындап шықтым. Бір тігені 7 көз шығады. 7 көз, үлкен емес 8. Осылай әдемі болып шықты. Маған 3 түрлі мата керек. Енді алдымен бұның ұзындығын енін 5 см қиып аламын. Сызғышын бағып қойып. Ақ болдан ені 5 см. Бұны енді шеті тағы да сызып 5 см. Осы сызып аламын барлығын. Маған ақтан жетеу керек. Бұдан жетеу сызып аламын осылай. Сызып алған бұлымды қиып аламын. Барлығы әртүрлі размерде бөлек-бөлек қиып бөлек-бөлек сызылған бәрі көрсетілген. Ені 5 см, барлығында 5 см сызып аламын. Ал ұзындықтары әртүрлі болады. Ұзындығы 10 см. Ені 5, ұзындығы 10. Осыдан маған 14 үштік керек. Сызып алған бұлдарын барлығын қиып шығамын. Түзу етіп. Ақты екі шеті 10-да 10. Бұдан біреу керек. Ақтан 5-тен 7. Қоңыр түстіден маған 14 керек. 5-те 10 болады. Бұдан 14 керек. Ал мынау ұзын лента болып қала береді. Бұл 5 см ені. Бұл шетен қиып алып тіге беретін боламыз. Астына қатты созылмайтын материалды саласыздар. Міне созылмайды, қатты. Бұның ұзындығы мен ені 35-те 35. Үлкендеу қидым, артық болса қиып алып тастаймын. Ең алдымен астарына 10-да 10 етіп қиылған ақ бұлымды бұрышына қойып аламын. Қойып аласыздар. Бұны шаншыққымен инемен түйреп аламын. Жылжымас үшін. Түйреп аламыз. Енді бұған шетіне қоңырды қойып тігіп аламын. Оң бетін бір-біріне беттестіріп қойып тігіп шығам. Бүктеп алған жерімнен машинамен жүргізіп шығамын. Тігіп алғаннан кейін бетімді ашып инемен қадап шығам. Бұны шеті қозғалмай тігіледі. Енді қоңырға
5 сантиметр қиылған бұлымды бір-біріне 10 бетін бір-біріне келістіріп тігіп шығамын. Бұл тігіп шыққан бұлымды екінші жанына осылай 10 бетін бір-біріне қаратып, тігістерін дәлме-дәл отырып, біріктіріп тігіп шығамын бұны да. Машинкамен тігіп шығамын. Бұл жерде тура тігісін бір-біріне келтіріп тіксеңіздер, құрағымыз әдемі жақсы болып көрінеді. Осылай біріншісін тігіп алдым. Бұны да инемен шаншып қоямын. Әр тіккен тігісімізге міндетті түрде ине шаншып отырамыз. Сонда тіккен құрағымызды үстіне қойып тіккен кезде құрағымыз жылжымайды. Жаңа тез тігіп шығасыздар. Бұл жаңадан үйреніп келе жатқан қыздарға өте жақсы тез тігіп үйренесіздер. Қол жаттыққанша. Енді тағы да қоңырғықты үстіне ұзын қиылған ленталарымды жалғап тігіп қиып шығам. Ұзын лентаға екі бұрышына осылай бір қоңыр мен ақты біріктіріп тігіп алсаңыздар, екі жақ көзіне айнатып тіге бересіздер. Сонда өте тез тігесіздер. Ақ лентаның үстіне қоңыр лентамызды қойып, шетін алып тастаймын. Қайшымен тігіп шығамын. Бұны да инемен шаншып аламын. Сонда қозғалмай тігеді. Дәл солай екінші жағына тігіп қойған ағымды бір бұрышқа келтіріп бұны да осылай тігіп шығамын.
қатардан тігіп шықтым. Енді 7 қатар 1 2 3 4 5 6 7 ақтан 7 кетті. Енді тігіп болған жерін бәрін осылай инемен шаншып аламын. Түйреуішпен осылай шаншып аласыздар. Сонда қатты тіккен кезде маталарыңыз бұлдары жиырылып қалмайды. Өз несін тігісін сақтайды. Қазір шетін тіккенде мыналар маталары бүріп қалмайды, бүрсіп қалмайды. Сондықтан былай инемен шаншып отырасыздар. Ne olsa tığ aldım. Енді iğneleri бәрін алып тастаймын. Артық жіптерді, артық бұлдарды бәрін қиып алып тастаймыз. Осылай құрақша, бірер құрақша шықты. Bir көз дайын болды. Бірінші тігіп үйренем деген қыздар осылай ине шаншқы былай алса өте құрақтарыңыз әдемі болып шығады. Артық жерін қиып алып тастаймын қайшымен. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Видео ұнаса. Осылай бір құрақшы дайын болды. Ендігі видеомда жолыққан